Шағын кәсіпкерлік саласын жөн-жосықсыз тексеруді шектеген мораторий өз нәтижесін берді. Елімізде 10 мыңнан астам кәсіпкерлік субъектілері тексерістен босатылған. Республика бойынша 1,5 мыңнан астам тексеріс болып, 8 мыңнан астам кәсіпкерлердің құқығы қорғалды. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінің брифингі барысында құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің төрайымы Сәуле Айтбаева мәлімдеді. Оның айтуынша 4 кәсіпорынды тексеру шаралары еліміздің бас прокуратурасының келісімімен жасалған. Бұдан бөлек 600-ден астам заңсыз тексеру фактілері тіркелген. Алдағы уақытта әлемдік талаптарға негізделген тексерістерді анықтайтын жүйені әзірлеуге басымдық беріліп отыр. Мұның өзі кәсіпкерлік қызметтің жаңаша дамуына түбегейлі өзгеріс жасайтыны даусыз. Сәуле Айтбаеваның пікірінше, мемлекет басшысының осындай қолдауынан кейін біздің кәсіпкерлеріміз өзінің бизнесін жүргізуде ашықтық бағыт ұстанады. Широкой популярность среди предпринимателей. Кәсіпкерлер мүддесін қорғау бағытында жұмыс істейтін бизнес тірегі онлайн жобасы бүгінде көпшіліктің сұранысына ие болуда. Осы уақытқа дейін 26 мың кәсіпкер портал көмегіне жүгінген. Жоба кәсіпкерлерге өздерінің құқықтарымен танысуға және мемлекеттік органдардың заңсыз іс-әрекеттері туралы дер кезінде хабардар болуға мүмкіндік береді.